Назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Мемлекет басшысы Әзірет Сұлтан мешітіне барды. Кездесу барысында елдегі татулық пен тұрақтылықты сақтау, дін арқылы азаматтарды келісім мен ынтымаққа шақыру әрекеттері жайында айтылды. Қазақстан президенті бас мүфтиді жаңа лауазыммен құттықтап, алдағы қызметіне табыс тіледі. Литвада Абай және Әл-Фараби туралы кітаптар таныстырылды. Литвалық оқырмандардың назарына Әбу Насыр Әл-Фараби мен Абай Құнанбайұлы туралы жазылған 50-ден астам кітабы ұсынылды. Көрме барысында Қазақстан және Литва арасында серіктестермен келіссөздер жүргізіліп, бірнеше бірлескен жобалар жүргізу туралы келісімшарттарға қол қойылды. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы әуе қатынасы кеңейеді. Ташкент қаласында халықаралық авиация-логистикалық форум аясында отандық азаматтық авиация комитетінің төрағасы Талғат Ластаев Өзбекстан Республикасының көлік министрімен, сондай-ақ әуе көлігін дамыту департаментінің бастығы және Өзбекистан Airports басқарма төрағасымен кездесті. Кездесу барысында екі жақты әуе қатынасын нығайту сөз болды. Қорықшы Нұрғалиевті өлтіргендерге қатысты сот үкімі шығарылды. Атап айтқанда, айыпталушылар Берік Ахметов, Қайрат Ақшанов және Нұрлан Шүкілдіковке өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Сотталғандар жазаны қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемелерде өтейтін болады. Флай-Арыстан Петропавлдан Алматыға әуе рейсін ашты. Флай-Арыстанның ұшу кестесіне Петропавл қаласы қосылды. Алматыға алғашқы әуе рейсі 13 наурыз күні жасалады деп жоспарланып отыр. Петропавлдан ұшақ аптасына 4 рет дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері ұшатын болады. Өскеменде қардың қалыңдығынан трамвайлар жүре алмай жатыр. Кеше шаһарда 3 трамвай жолдан шығып кетті. Сонымен қатар автобустарда қарға батып, жолаушылардың өздері қоғамдық көлікті итеруге мәжбүр болды. Қайрат Рахымов энергетика вице-министрі болып тағайындалды. Үкіметтің 2020 жылғы 21 ақпандағы қаулысымен Қайрат Болатұлы Рахымов энергетика вице-министрі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы премьер-министрдің баспасөз қызметі хабарлады. 2020 жылғы 5 наурызда Нұр-Сұлтан қаласында Нұр Отан партиясы саяси кеңесі бюросының отырысы өтеді. Бұл туралы тұңғыш президент елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Twitter парақшасында жариялады. Батыс Қазақстан облысында 2019 жылы негізгі 7 әлеуметтік экономикалық бағытта өсу байқалған. Өңір тұрғындары газ бағасының тұтынушылар үшін қымбат екеніне наразы. Сондай-ақ апаттық жағдайда тұрған 3 ауысымда оқитын мектептер көбейіп барады. Денсаулық сақтау саласында да кадр жетіспеушілігі байқалады. Жемқорлыққа қарсы күрес қызметінің мамандары өңірдегі мемлекеттік сатып алу бойынша жұмыс істеп отырған 18 мың тапсырыс беруші мен 80 мың қызмет көрсетушінің қызметіне талдау жасаған. Нәтижесінде бұл саладағы әрбір 6-шы жұмыс күдік туғызып отыр. Қала маңындағы ауылдарда қылмыс неге көп? Талдықорған қаласына жақын маңда орналасқан аудандардағы ұрлық-қарлық, бұзақылық көбейіп отыр екен. Мысалы, Ескелді ауданындағы қылмыстық ахуал қалыпты болмай тұр. Облыс орталығына тиіп тұрған ауданда өткен жылы заң бұзушылық деңгейі 2%-ға ғана төмендеген. Ал бұл ауданда 2019 жылы 509 қылмыс тіркеліпті. Ақтөбе облысының жолдарын тексеру барысында өңір аумағындағы жол құрылыстары кезінде 4760 шаршы метр, 697 метр қатқыл табанды бетон жамылғысы сапасыз болып шықты. Мұндай ақаулар негізінен республикалық және халықаралық маңызы бар Ақтөбе, Атырау, Ресей Федерациясы автожол құрылысы учаскелері бойында анықталған. Жаңа энергия блогы іске қосылады. Самұрық-энерго басқарма төрағасы Бақытжан Жоламановтың айтуынша 2020 жылы Екібастұз ГРЭС-2 станциясын кеңейту және реконструкциялау жобасының жобалау сметалық құжаттамасына түзетулер енгізу аяқталады. Шымкентте салынып жатқан нысандардың сапасы қатаң бақылауда. Бүгін қала әкімі Мұрат Әйтенов шаһардағы бірқатар құрылыс нысанын аралады. Алматы Ташкент Терме және Темірлан тасжолы қиылысындағы жол айрығының оң жақ өткелдерін қайта құру жұмысымен танысты. Мұрат Дүйсенбекұлы мердігерлерге жұмысты таяу арада бітіруді қатаң тапсырды. Қазақстандық боксшы Қанат Ислам дүниежүзілік бокс ұйымының жаңартылған рейтингінде бір сатыға жоғарылады. Рангтер туралы кестенің жаңа шығарылымында жартылай
орта салмақтағы мексикалық Хайме Мунгиядан және британдық Лиам Уильямстен кейін 3-ші орынға тұрақтады. Осы және өзге де жаңалықтарды толығырақ Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санынан немесе egemen.kz сайтынан оқи аласыздар.